ішкі даусыңды соңғы рет қашан тыңдадың? Абайдың сөздері соны еске салады. Қазір бірге тыңдап көрейік. 20-шы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер ме? Өзгерілмейді. Пенде де бір із бар жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе адам баласы құтылмаған қиын, қайраттанып, селкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгіл ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтанан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба? Көп пе жалығады? Оның үшін бәрінен ғайбыдың көреді, баянсыз біледі. Көңілі бұрынғыдан да суы бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген арнені көрем деген, көп көрген дәмін, бағысын, бәрінен де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншылық ғұмырның баянсызын, дүниенің әрбір қызығының, ақырының, шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздық та бір табыс екен деп ойлаймын. Сен өз қалауыңмен өмір сүріп жүрсің бе? Әлде байқамай біреудің жолымен кетіп барасың ба? Абайдың 20-шы қара сөзі осы туралы ой салады. Егер бұл сөз сізді ойландырса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Алда әлі көп пайдалы сөздері бар.